қазір білесіздер ма? Намаз оқитын адам мен намаз оқымайтынның арасын ұзақтап баратқандай. Арасы ұзақ, бірақ екеуінің түрі бірдей да. Ісі де бірдей. Бірақ арасы ұзақ. Ісі қандай деңіз? Бір адамдар намаз оқиды, оразасын тұтады. Бірақ көшедегі намаз оқымайтын, мүлде Құдайды танымайтын адамнан еш айырмашылық жоқ. Боғауыз сөзі де, арам ақшасы да, барлық мінез құлқы еш нәрсе өзгермеген. О кісінің намаз өзгертпеген. Сол көшеде баяғы жүрген күйі, анау Абай айтпақшы, баяғы жартас бір жартас болып қалған. Ал кейбір бауырлар, мен тақуамын деп күндіз оразасын тұтып, кешке түнгісін намазын оқып, Құранын оқып әрекет қылдау. Бірақ бауырлар, халайық тауға шығып кетіп тақуа болу оңай ғой. Сіз ағайын туысыңызбен араласып жүріп тақуа бола аласыз бе екен? Мысалы, жақында маған бір кісі сұрақ қойды. Мен дейді, бір үйдің үлкен қызын алдым дейді. Бір үйдің үлкен қызын алдым. Ол үйде әкесі жоқ дейді. Сол үйдегі енем енді екінші шешем ғой дейді. Ең үлкен баласы сонда мен болып тұрмын. Еркек кісі сол үйде менмін. Менен кейінгі тағы бірнеше қыз, бірнеше ұл бар. Енді Аллах алдында мен жауап берем ба дейді. Иә дедім. Иә, сіз жауап бересіз. Өйткені сол үйдің жасы үлкен еркегі сізсіз. Сіз жауап бересіз. Ол басын шайқап айтады. Менің алдымдағы қайғым онда көп болды. Мына менен кейінгі, осы менің келіншегімнен кейінгі балдызым күйеуге шығам деп отыр. Қайын жұртымның бәрі жиналып кеп тойды сен жасайсың, арақты бересің, ондай қыласың, мұндай қыласың деп мойныма ілініп отыр. Менің қайғым төбемде тұр дейді. Бір адамдардан сұрасам, былай деп жауап айтты, олай деп жауап айтты дейді. Мына жақта отырып молда болып жауап айту оңай, білесіздер ма әлгі кісіге? Сырттан отырып айта берсе, сен той жасама, астағфирулла, Аллахтан қорқсай, сен адамнан қорқасың ба сен? Ой, анаған киттары де, мынаған үйтте, кішкентай ғана Құран оқып жібере сал, үйте сал. Ақылды болмай-ақ қойыңыз, сіз оны істей алмайсыз, сіз қанша айтсаңыз да. Бұл осындай социальный, әлеуметтік арамыздағы шешілмеген мәселелер тола бір қап жатыр. Күніге бір қап мәселе десеңіз, осынша бір қап мәселе алып келуге болады.